Менің атым Кони, адал дос қой Кони. Әрбір күні қызық өтеді. Шомылып, демалып, би-билеп, қуанып, ас әзірлеуден жан салмайтын. Әрдайым қызығып өтпейтін. Атым менің Кони, адал дос қой Кони. Әрбір күні қызық өтеді. Атым Кони. Коннидің кішкентай марғауы. Қонжығым тамақ ішетін уақыт болды. Мінекей. Қонжықтар мұны жемекен. Қалай өзі? Апа, апа. Аюлар немен қоректенеді? Апа? Ет және балмен шығар. Солай шығар. Етті балмен жемейді ғой. Әрине, соларды жегенді ұнатады дегенім ғой. Әкем келді. Әке, Қорықпай келе ғой. Келсеңші. әке. Кел. Келе ғой. Не істеп жатсыңдар? Апа, әкем марғауға келіпті. Жоқ, адасып қалған сияқты. Мойнында жібі бар екен. Мінекей. Есімің кім? Есімің Мяу ма? Келе ғой. Ой, үйге кіріп кетті. Ұстаңдар бол, тез. Ұстаңдар. Оның осында қалғысы келіп тұр. Кони, марғауды сыртқа шығаруымыз керек. Міне. Айттым ғой. Мяу қорқып кеткен ғой. Кім? Есімі Мяу. Оны өз айтты. Осында қалдырайықшы. Өтінем. Білмеймін. Жалғыз өзі далада қорқады ғой. Қараңызшы. Жақсы, тек бір күнге ғана. Тек үйді былғамайтын болсын. Қарны да аш шығар. Кішкене нан берейік. Нан дейсің бе? Нан алуды ұмытып кетіппін ғой. Бірден үйге кетіп қалып едім. Иә, қазір әкелемін. Жақсы. Ендеше әкең келгенше қораптан марғауыңа дәретке отыратын жер дайындайық. Жарай ма? Мяу, мінекей. Қара, оған ұнамаған сияқты. Қазір Кони. Жүр, қарамай-ақ қояйық. Жүре ғой. Алақай, енді ол ақылды болды. 3,20 bitte. 320. Кішкентай марғау жоғалды. Алып алайын. Алып алайын. Мысықты ұнатасыз ба? А? Иә, солай. Сау болыңыз. Дәмді болыпты. Қонжығым көрдің бе? Мынау наннан да дәмді. Әйтеуір марғауға тамақ ұмытпағаның дұрыс болған. Солай ма? Ол да мен сияқты шөлдеген шығар. Кони, дүкенде Мяуға ұқсайтын марғаудың жоғалғандығы жайында хабарландыруды көрдім. Бұны тауып алғанымызды хабарлап айтайық. Жоқ, менің жанымда болғаны жақсы. Кони, олай жасай алмаймыз. Қонжығыңды біреу тауып алып, бермей қойса қайтесің? Өзің ойлап көрші. Қонжығым жүре алмайды. Мяу менің жанымда қалғысы келеді. Мяу, Мяу, мұндасың ба? Ұйықтар алдында жуынып жатқанын қараңызшы. Мяу, келе ғой. Мяудың өзіне арналған төсегі бар. Шаршағанда өзі-ақ келіп жатады. Қайырлы түн, қызым. Қайырлы түн. Сізге де. Жоқ, марғауыңыз ойнап жүр. Еріншегім тұрсаңшы. Қазір ме? Кешірім өтінем, әрине, үйде боламыз. Жарайды. Келіңіз. Апа, Мяу неге шаршап тұр?
Өйткені олар ұйықтағанда, тыныш жерде жатқанды ұнатады. Мияудың иесі Беккер ханыммен сөйлестім. Қуанып жатыр. Марғауын қазір келіп, алып кетеді. Жарай ма, қызым? Жоқ, оның кеткісі келмейді. Апа, өтінем, оны қалдыруын сұрайықшы. Өтінем. Анашым. Қазір сені тығып қоям. Кони? Марғауымды тауып алған қыз сіз екенсіз ғой. Өкінішке орай оны Біздің үйге өз келіп апты. өзіне жаңа үй іздемек болған ғой. Қарсы емессіз бе? Жоқ. Үй іздегеннен шаршап жүр екен ғой. Марғауға қарауда жауапкершілік, оған күтім қажет. Солай емес пе? Бірақ мен қонжыққа, Мукелге, Чичиге қарап, оларды ойнатып жүрмін ғой. Оларды өзім тамақтандырам. Солай емес пе, апа? Күлін кім тазалайды? Мен өзім тазалайым. Рас па? Ол сенің ойыншықтарың сияқты емес қой. Солай емес пе? Ойыншықтар емес. Өтінем. Жақсы. Егер оған қарауға сөз берсең болды. Я, алақай, сіз сондай керемет жансыз. Естідің бе? Екеуміз бірге болатын болдық. Сүйкімді марғауым менің. Он шаршап тұр. Кішкентай марғаулардың көп ұйықтауы керек. Марғауға қамқор болатыныңа сенімдімін. Маған хабарласып тұрсаңыз болады. Мияуды дәрігерге көрсетіп алғандарыңыз дұрыс. Жарай ма? Дәрігерге көрсетіңіздер. Сөмке аламыз, содан кейін дәрігерге апарамыз ғой, Тағы не аламыз? Мына жерді көрейік. Сәлем. Сәлем. Көгілдірді соған ұнайтын шығар. Бұл не үшін қажет? Өз бетінен кіріп шығу үшін. Тамаша екен. Осыны алайық. Үйдің есігі сияқты оңай ашылып жабылады. Көрдіңіз бе? Сыртқа шығып ойнайды ғой, апа? Үйдің есігін осылай жасауға тура келеді. Ыңғайсыз болса басқасын көріңіздер. Иә, серуенге шыққанда алып жүретін ұяшық алғанымыз дұрыс болар. Солай емес пе? Дәрігерге барғанда салып алатыны болса. Мыналарға қалай қарайсыз? Мінекей. Мына өте әдемі екен. Қараңызшы. Ақылды, өте ақылды марғау. Бұл кеуде қуысын, жүрек қағысын тексеретін құрылғы. Оны білем, апамда дәрігер, марғаудың денсаулығы. Қалай екен, дәрігер? Денсаулығы жақсы, онымен ойнай беруіңе болады. Стай тұрыңызшы. Мінекей, стай тұр. Бұны да білесің, соншалықты ауырмайды. Басқа жануарлардан ауру жұқтырмау үшін егу керек. Жарай ма? Жоқ, ауырады ғой. Жоқ, байқамай қалады. Болашақта ауырмай ойнап жүретін болады. Және осы екпені уақытылы алып тұрған жөн. Жарай ма, Кони? Уақытылы алыңыздар. Мияу, сен мықты екенсің. Міне мұнда қараңыз. Қараңыз, үйге келгенімізге қуанып жүр. Мияу, олай жасауға болмайды. Ағашқа өрмелексі келіп жүр-ау деймін. Мүмкін, бірақ ағашты үйге кіргізе алмаймыз ғой, қызым. Қолдан ағаш жасап берейік. Жарайсың. Атаң айтайын, көмектесіп қалар. Кони, абайлап бара ғой. Жарай, тамаша. Рахмет, ата. Мияу қуанатын болды.
Кішкентай есік жасай аласыз ба, ата? Әрине, әйтпесе марғауың таза ауаны бұзып жүреді ғой. Ата, ол қоңырауды баса алмайды ғой. Ой. Қайырлы кеш. Әке, енді Мяу бізбен бірге тұрады. Қонжық екеуіне ет беретін болдым. Өзім оған қарайым деп сөз бердім. Өзім қараймын. Оған мына тамақта келгенім жақсы болыпты ғой. Ал, ендеше тамақтанайық. Нан алып келдің бе? Нан? Нан ба? Ет жесек, нанның қажеті не? Айтшы. Сен тағы да нанды ұмытып кеттің ғой. Дастархан дайындайын. Келіңдер. Картоп аршып берейін бе? Мяу, естідің бе? Екеуміз енді бірге боламыз. Қош келдің, кішкентай марғау. Фильм Gold Cinema студиясында аударылып дыбысталды. 2012 жыл.